Мен негізі табыс такси таксовой етіп жүрген адам, жұмысқа жақында тұрдым. Асекең бастық айтты, бізде 4% комиссия, бірақ каждый поездкадан премия түсіп тұрады деді. Хорошо деп бірінші заказыма барсам, дәу екен анау. Ойбай, мына үйде тұратын адамдар бір-бірлерін тани ма екен деп қоямын. Воротасының алдына алтын әріппен қ-д деп жазып қойыпты. Охранениеден барып, мынау кім үй деп, Құралбек деген донатордың үйі ғой деді. Бір кезде бір кісі шықты, ұзын шелковый халат киіп алған, басында шляпасы бар, қолында арыстанның баласын ұстап алған. Аға, менде доставка деді. Өте қымбат зат, iPhone 16 әлі шықпаған, ана Жаужүрек мың баладағы Артур деген ініме подарить етіп жатырмын. Дұрыстап апарып беріңіз аға деп $300 берді. Ойбай деп қуанып алып, телефонды артқы қалтама салып алдым. Мен $300-дың $100 үйге салам, $100 продукт алам, $100 бір массажға барайыншы деп машинаға отырып қойып, бірдеңе қытырыңқы тағалды. Айбай, омыртқан болса екен, құдай ай, омыртқан болса екен сынған деп жатыр едім. Телефон сынып қапты. Сонымен барып қанымды өткізіп, бауырым жартысын сат, бүйрегім залогқа қойып, барсам телефон алатын жерге. Телефонның зарядкасы ғана келеді екен. Білмеймін, енді көреміз не болатын дальше. Косяктан косяк бұл. Бәле болды басыма бар емес пе ше. Бекер алдым телефон дегенді.